Енді не күй емес, не емес, неше түрлі нәрселер домбыраға қосып жатқандар бар. Жаңағы шетелдерге, Америка болсын, тағы бір жерлерге барады мысалы. Сол жерге барып бас жүлде береді жаңағы. Оларға ұнап тұр ғой жаңағы мысалы. Ұнап бір домбырамен әрлеп тартқан, оларға күй шығып жатыр ма, оларға бәрібір ғой, түсінбейді ғой. Тек әйтеуір бір синтез дейміз, қазіргі тілмен айтқанда, жаңағы аранжировкамен бұрынғы мынау белгілі бір халықтың әуенін қосып әрленген бір музыка. Енді ол алып келгеннен кейін, мына жергілікті біздің Қазақстандағы өзіміздің халқымыз, мына күйшілер келді, Америкаға домбырамызды танытып келді. Міне күйшілер, біздің домбырамызды дәріптеп жүрген дейді. Екі қыры бар оның. Домбыраны дәріптеп жүру рас, бірақ күйді дәріптеп жатқан жоқ. Ол Америкада бір жаңадан дүниеге келген бала тыңдап тұрып, Қазақстаннан келген ба? Қазақтың музыкасы осындай екен ғой, деді, болды. Ал енді бұрынғы байырғы сара жолмен келе жатқан дәстүрлі жол бар ғой. Оның жаңағы жерге барып таза өзін тартуға мүмкіншілік не болмай жатыр ма, не ол өтпейді дей ма, мен білмеймін.